Армысыздар, Қазығұрт Ньюс арнасында жаңалықтар уақыты істермен мен Аралым Қайратқызы. Бүгін бізде қонақта Қазақстан телеарнасының алаң бағдарламасының жүргізушісі, болашақ мектеп гимназиясының 2005 жылғы түлегі Нұрмағамбет Байғараев. Кеш жарық, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Жалпы 12 жылдан кейін өзіңіздің ұшқан ұяңызға қайта келіп, оқушылармен тілдесіп, жақсы сұхбат өтті, және де сіз осы қандай әсердесіз қазіргі таңда? Ең бірінші менің енді ұшқан ұям шында өзгеріпті. Тек қана сыртқы бейнесі қана емес, оқушылардың деңгейі де, сұрақтары терең. Осындай өзгерістің болып жатқанына мен шынында қуаныштымын. Ізбасарларымыз өз деңгейінде ізбасарларымыздың бар болғанына, осындай жас өрендердің өсіп келе жатқанына мен шын жүректен қуаныштымын. Осы жалпы көптеген ауыл жастары өздерінің болашақта жететін жетістіктеріне сенбейді. Және де сіз оны қалай дәлелдедіңіз? Және де келешек ұрпақтан не күтесіз? Қандай сенімдесіз? Енді барлық нәрсені адам көре тұра барлығын басына өткізгеннен кейін ғана жетістіктерге жетуі мүмкін. Мұндай сенімсіздіктің барлығы әрине жас болғаннан кейін болады. Бірақ алдыларында нақты мақсат қойса, терең білім алатын болса, ол бүгінгі жастарға үлкен сенімдік береді деп білемін. Ал сол сенімдікті бойына жиса, әрине тек қана аудандық деңгейде емес, сондай-ақ республикалық немесе халықаралық деңгейде де келешекте жетістіктерге жетуі әбден мүмкін. Енді бүгінгі сіздердің мынандай клуб құрып, өздеріңіздің арна ашуларыңыздың өзі бір ерекше нәрсе. Өйткені біздің кезімізде мұндайдың ешбірі болмаған. Сол себепті мен сіздерге енді үлкен жетістіктерге, жеңістерге, биік белестерді бағындыруға тілектеспін. Үлкен рахмет Қазығұрт Ньюс арнасына сұхбат бергеніңізге. Сәттілік. Рахмет сіздерге.